Қайырлы таң. Бұл біздің тамақ ішетін жер. Мәдина Хотел қонақ үйі. Баку қаласы. Сондай әдемі қонақ ішетін жер. Бөлек тұрған кафеде орналасқан. Қонақ үйдің өзінде емес. Енді мына жерде сондай терезеден көрініс. Башня, телебашня, үйлер. Анау тұрған ол Flame Towers, әйгілі Баку мен Әзербайжан символдары. Не деген әдемі қала. Мынау набережная. Каспий теңізі. Қандай әдемі. Осындай кафе. Мынау Нур мейрамханасы, біз тамақ ішетін жер. Мынау жоғарыда орналасқан. Қонақ үйден бөлек тұрған ғимарат. Міне осындай көрініс. Әзербайжан жалауы, Түркия жалауы, Ривьера Хотел, Карабах, Әзербайжан. Міне біздің көшеміз Нефчи Гурбан Абасов көшесі. Сюда ескі үйлер, тарихи үйлер. Баку бір жағынан Европаға ұқсайды. Номерлер осындай аз. Әзербайжан деген сөз. Біздің қонақ үй Мәдина Хотел. Осындай Баку Voyage Хотел. Осындай қонақ үй. Мынау район Курбан Габбасов көшесі. Көшелер. Flame Towers. Башни пламени. жағажай, яғни набережная
Баку қаласында өте кең, өте ауқымды және өте әдемі. Мынау жерде әртүрлі мейрамханалар, кафелер, Flame Towers, башни пламени әйгілі. Қарға. Каспий теңізі. Azerbaycan bayrağı. Қасында саябақ, жан жағы. Мына жерде күшті ағаштар өсіп жатыр. Әр түрлі субтропикалық, континенталды ағаштар, әр түрлі климаттан. Азербайжанда бірнеше климат зоналары бар. Біреуі субтропики, біреуі умеренный пояс. Сондықтан мына жерде көп әр түрлі сан алуан ағаш өседі. Фуникулерға билет алдық. Баку. Қазір қаланың жоғары жағына бара жатырмыз. Бакуның ең жоғарғы нүктесіне барып, сол жерден қаланы тамашалаймыз. Башни пламени жақыннан түскен видео. Фуникулермен көтерілдік жоғарға. Мына жерде осындай алаң. Азербайжан Республикасының Милли Мәжлисі байрағы. Олар өте патриот халқы. Сахидлер хиябаны. Әр жерде байрақтар үрілі тұрады. Барлық адамдар байрақтарды іліп қояды. Үйде де, машинада да, барлық жерде. Ескерткіштер Ази Асланов деген кісі. Кеңес одағының қаһарманы, Ұлы Отан соғысының. Мешіт Стамбулдағы мешіттерге ұқсайды. Бір қарасан.
Баку қаласы, саябақ. Не деген тамаша гүлдер, ағаштар осында. Sen normal.